Мәңгілік ештеңе жоқ, әр сәт сайын мына фәни жалғаннан біреу ақыретке аттанып жатыр. Ол анасының дидарын әкесінің айтуымен ғана санасында сақтады. Ассалаумағалейкум көрермен. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз күллі қазаққа әйгілі имам, белгілі уағызшы Абдуғаппар Сманов. Ағамыздың өткенге қандай өкініші бар, нені сағынады, кімді көргісі келеді? Бұл сұрақтардың жауабын бірге білейік. Менің анам менің 2,5 жасында дүниеден өткен. Өте әдем болған, шашы бұйра болған ол кісінің. Енді мен білмеймін, бірақ ол кісінің адамдар айтады осылай. Бірақ сол үйде 4 ұл 4 қыз болатын болсам, менің ғана шашым анамның шашына ұқсаған бұйра. Негізі мен осы қазіргі анамды ана деп кеткен. Әкем 50 жасында, бұл кісі 25 жасында қосылған екеуі. Бірақ бұл анамыздан перзент жоқ. Перзент болмады. Енді бізде қазақта сөз бар ғой, мысалы өгей деген нәрсе болады. Біздің анамызда бұл нәрсе болған емес. Бізге өте мейірбан. Бізге Ташкент жақын ғой. Сол базарға кеткен. Содан оқысын келетін уақыттан аңдап жүреміз. Кішкентай қарындасыммен 5 жасар қарындасым бар арқада. Оқысын келіп жатқан ұзақтан көрдік та жүгіріп шықтық. Мен баламын ғой бәрібір. Сөйтіп жүгіріп шығып едім, жүгіріп келіп құшақтап едім. Мені сонда орда жаман қатты ұрды. Бірақ білмеймін, мен бұзықшылық қылған жоқпын, басқарған жоқпын, алдынан жүгіріп шықтым. Сонда қатты ұрды. Содан қатты құшақтады, өкіріп жылады. Мен бірақ жыламадым сол жерде. Ол кісі мені қатты ұрды. Бірақ не үшін ұрғанын білмеймін. Содан қатты жылады да екінші бүйтіп, жыртық шалбар киіп шықпа деді. Сөйтсем, жыртық шалбармен жүгіріп шыққан екен ғой. Енді мынау енді кейін не қылып жатырмын ғой. Енді жас болсам да көңіліме алдым, сол кезде мен неге ұрды деген. Кейін шалқысам мынау өгейлігін қылып, мыналардың іштанын тікпейді ғой, қарамай қойды ғой деген сөз айтпау үшін мені ұрған екен. Енді анашым сондай қатты жақсы көремін өзімді, анашым. Себебі әкемнің мен қызметін қыла алмадым. Енді бала кезде аяғын уқаладық, анау қылдық, мынау қылдық. Бірақ мен 17 жасымда әкем шығарып салды оқуға. Үлкейгеннен кейін білдік қой шешеміздің өлгенін, бұл кісінің бізге кейінгі анамыз екендігін. Содан атам Абдуғаппар деді, егер жан бар жерде қаза бар, мен өліп кетсем деді, оқуыңды тастап жаназама келмеген. Ата өйтіп айтпасам, сен мен әлі үйленемін, өзіңіз үйлендіресің. Сенің оқуда жүріп дұға қылуың менің жаназамда тұрғанынан жақсырақ. Енді 8 жыл оқыдым. Үйге келсем, атамның алдына тағым батасын асам, атамның қызметін қылсам деп. Енді көп арманым болған. Әр оқудан келгенде сырласып, әңгімелесіп отыратынбыз. Енді мен кенже бала болғаннан кейін Құдайдың құдіреті сол келгенше көз алдымнан кеткен жоқ. Ұзақтан бейт бар ғой, сол бейттің үлкен бір қабырды көрдім де жүрегім қатты арқаға тартып кетті. Бірден аузымнан инна лиллахи ва инна илайхи ражиун, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун сол шығады. Үйге келсем, бұл кісі 3 күн болған екен дүниеден өткен. Мен 87 жылы кеткен болсам, 95 жылы оқуды бітіріп едім. 8 жылда ол кісінің дұғасы қабыл болған екен. Үйдегілермен көрісіп, отырып, шықтымдан кейін бұл кісінің басына келдім. Не сыр болса да
işte kalktı. Bırak ayttım. Atacan dedim. Sonça kıynalganımda gözüm gördü. Bırak hizmet kılalmadım, hizmet kılam dep kebedim. Şimdi kaynagan suraktarım, aytatın sırlarım var. Şimdi desem, aldığım özümün adamla oylayalmayım. Sol hakem ketken günü men özümün işimdeki sırımda da, armanımda da hakem olan sol hakemnin kabrini birge tasladım. Bütün odan keyingi ömrüm bir olsa anam da razılığı oldu. Benim ballarım bir şişemin altında jatat. Şişem mazasın majör bir günü äpkem alıp gitti. Özbekistan'da äpkem turatın edi. Şütse bu kısa köp jötelek tuberkuloz aşık kaşık ketken bu kısının altında hiç kim jatıga bolmaydı depti. Uyga kelsem uyda baldarım bäri menin bölmemde jatır. Ey ne boldu dedim. Ündemeydi ayelim. Anam kayda. Özünün bölmesinde. Bardım. Ben ne oldu dedim. Keliniz mi, uruşmadınız mı dedim. Doktorga barganim, doktorlar osla tuberkuloz boptum. Bol aşık bop çok köter eken dedi. Anaşım dedim. Eğer sizden ağrıcığı böletin bolsa, olsun jötebinin ölüğünü men razımın dedim. Sizde bir uyda kaldırıp koyup, bala şakamda kuşaktap jatamayım ben dedim. Uyga keldim, ayelge aytdım, tez baldarım ben. Yarın aldım. Beskli erkisi var, baskası var, belki kişkentayga bärini alıp geldim. Ayelime aytdım, bugünden başlap sen de öser jatasın, men de öser jatam. Biz çuksa bärimizge barışacaksın. Men äkenin hizmetin kılalmadım. Endi şişemnin hizmetin kılalmay, şişem bir uyda jalgyz ölüğü, ol men üçün mümkün emes. Menin bala şagam ölüğü mümkün. Birak men anam tasdayalım. Sodan Abjapar ağamız bu kısmını anamızda Almatıga aparıp tekserip kese ağrım yok tuberkuloz emes. Her gün azanda mamdatta turup kelip amandasıp o kısmını kolun suyup ömürün sol bizben razı bolup ötkisi eken degen Allah'dan külümen çağırınıp sorayımın rencitip koymaşı Ya Rabbi rencitip koymaşı dep Allah'dan köp dua kılıp. Jana baldarga köp aytam. Ata ananın hizmetin tirilik gününde istep rahatlanıp alıp gerek. Dünyam var. Ne isteyalım oğul? Kaçlık kaparamayım. Ayağını ukalay almayım. Atacan da kuşaktap yerkiley almayım. Yeni bırak anam var inşallah. Anamın razılığını alıda Allah nasip etsin. Atam menin Kur'an okumu jakсы köretmin, dawsum jakсы köretmin. Kayalda bol, o kişinin ayaktары jarılıp ketken edi. Atam tiri bolup kalganda Yasin süresini okup, o kişinin ayağın künüge maylap, razılığını alıp durat. İnşallah ahirette aşıl yüz menen körüsü da Allah nasip etsin. Men de sıkılam, neşe türlü jagday bolat. So кезде kan edi atam bolsa dep kalam. Sen meni kıynadın koy dedim. Ben aytdim nege ata dedim. Uylenbeysin dedi. Ben aytdim ana kızda körüm çakbaydı, mınav çakbaydı. Ne isteyin dedim. Hazırga ayelimden atını aytıp Baktugül'de ayılsay dedi. Onu apsatlara da algan koy, onun olarının efkesinde verdim. Altında çıkman jerinden kassay degen balam. Bunun sırların keyin bildim koy. Jaraydı ata dedim, siz kimde aytsanız sonu alam dedim inşallah dedim. Sonda atamın bir aytkan sözü, balam dedi, ömür sen oylaganday oňay emes dedi. Akılın bolsa, takvalığın bolsa, Allah özü uluk kıp koyat.
Allah uluk kılgadı eşim korkul almayıp, bırak Allah korkulgadı eşkim uluk kıl almayıp. Bizim çolumuz ömrümüzün ahırına şeyin osu yolda bolu gerek dedi. Äkemnin özüm sağınıp birinci ülken balamatın öşüp gitmesiniz dep Şakirkan koygan. İnşallah ol jigitde qari, kazını Egipt'te okuvatır. İnşallah cambarızı kaza var. Ata-analarınızı hürmet kılыңыздар. Ata-ananın altında bir minut otursan da oğlan jetetin. Baxt yok hiç kim. İnşallah ata-analarınız bilen baxtlı bolуңуздар. Ata-ananın tirlikinde kadrini biliniz. Uşakta alınız, suyup alınız. Olar ganimet. Кайгы караспан, оны айналып өтө алмайсың. Оған көндүгүп, жердегі көп пенденің бірі екеніңді мойындау қажет. Ағамыз сөйткен, біз тек кету үшін келген жолаушылар ғанамыз.